Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода мен бір көрерменнің өтініші бойынша бір жағынан менің өзімнің күндегі сеуіп жүрген осы пульверизатордағы мына Эрсактың өнімі бітіп қалғаннан кейін сол кісінің өтініші бойынша жасаймын деп уәде еткен де болатынмын сол кісіге. Осындай Эрсактың банюсын дайындалуын көрсетемін деп, себебі алдында тек осыны ғана көрсетіппін де дайындалуын көрсетпеппін. Осындай пайдалы видеоларды көріп тұру үшін менің каналыма алдымен тіркеліп алыңыз, жаңадан келген көрермен болсаңыз, өйткені жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін. Қараңыздар, бұл үшін міне осындай мен краннан баклажкілерге су толтырып қоям. Тек ол бір аптаға жететін қылып қоям. Бір аптаның ішінде қолданып бітем. Бір аптаның ішінде қолданбасам, ол су төгіп тастаймын, себебі судың структурасы бұзылады. Тем более баклажкіде тұрған. Банка алып алыңыздар 1 литр. Соның ішіне өздеріңіздің комнатный температурада тұрған фильтр су, болмаса краннан осылай тұндырылған су, болмаса қайнаған суды алып істей берсеңіздер болады. Құйып, осылай құйып болғаннан кейін, бұл енді тұндырылған суды краннан не үшін тұндырамыз білмей жатқан жаңадан келіп жатқан кісілерге атап айтып кетейін. Бұл суды жұмсақ болып тұру үшін, яғни тұнған су, тұрған су жұмсақ бола бастайды. Міне қараңыздар, осындай крышкасы бар өзінің баньоның. Сол крышкаға міне осы бір крышка құямыз. Сөйтеміз де 1 литр судың ішіне құйып жібересіздер. Мен бүйтіп шайып осылай істеймін. Болды. Бар болғаны баньоның дайындалуы осы. Араластырмай, ештеңке қылмай, осындай пульверизаторларыңызға, енді мен мынандай пульверизаторы базардан бөлек сатып алғанмын. Ұзыны осындай таяқшасымен. Сол үшін осы Макси чайдікіне жетеді. Осындай баклажкіге салып қойғым. Осының ішіне осыны құйып қойып, әрбір гүліме күн ара, күнде сеуіп тұрам. Ең алғаш қолданған болсаңыз, гүлдеріңіз әлі осы өнімге үйренбеген болса, онда сіздер былай істейсіздер. Бірінші уақытта күнде сеууге болады. Осындай 1 литр суға 1 колпачокпен. Одан кейін екінші ай кеткен кезде 1 литр суға 2 колпачокпен. Одан кейін 3-ші ай үйреткен кезде, ол кезде былай болады. Тура осы 2 колпачокты 1 литр суға қолдана бересіздер. Бірақ та себу графигін былай өзгертесіздер. Себу графигі мысалы күнде 2 колпачок салған кезде негізі 2 күнде бір себілу керек қой. Бірақ та жапырақ ашып келе жатқан, гүл ашып келе гүлдеріңізді күнде себесіздер, ал қалған покойда отырған гүлдерге 2 күнде бір себесіздер. Түсінікті болды деген ойдамын. Пікірлеріңізді жаза өтіңіздер. Кім осы менің Эрсактағы баню өнімді айтқаннан кейін қолданып жүр, қандай нәтиже көріп жатырсыз, және кім алайын деп жатыр, қандай нәтиже күтесіз, басқа мақсатта қолданып жүргендер бар ма? Өйткені бұны адамның организміне әсер ететін маған қасиеттерінде айтты, бірақ мен бұны өзіме қолданып жүрген жоқпын, тек гүліме қолданып жүрмін. Көздеріңізше көрсетейін, енді көп нәрсені айтып жатады ғой, нәтижесін сіз күтпейсіз, біз күтеміз нәтижесін деген сияқты. Мына жерде қазір төгіліп жатыр, кранға апарып мен толтырып осыны құйып келейін. Міне баню екенін көрсету үшін сіздерге міне құйған кезде осылай көпіреді алғашында. Мен гүлдерге сепкен кезде жапырақтарында із қалдырады. Бұны айына, мысалы күн ара сеуіп жүрсіз, айына 15 күн қолданғаннан кейін, айына 2 рет осыны 2 аптаға бөліп жапырақтарын сүртіп тұру қажетсіз. Міне осылайынан дайындалады баню. И осылайынан шифлері мен сүртіп қойғанмын. Жаңадан жапырақ ашып келе жатырған, бірақ өздігінен көмектесу керек қой енді. Осы түрде осылайынан себесіздер болды. Келесі видеода сіздерге осы касторовый масланың қасиетін және гүлдерге қандай әсер ететінін, осы касторовый масланы гүлге қалай қолданатынын көрсететін болам. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.